Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай өте әдемі жұмсақ болып шығатын үйдің нанын жасайтын боламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен оңай, қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Ең алдымен ыдысқа сүтті және де суды құятын боламыз. Бізде сүтіміз де суымыз да жылы болуы керек. Қатты ыстықта, салқында болып қалмау керек. Онда біздің қамырымыз жақсы көтерілмей қалуы мүмкін. Оған тұзды салдық, сосын еріген сары майымызды, не болмаса маргаринімізді салып араластырамыз. Сосын оған біздің дрожжымызды саламыз. Кішкене араластырып барып, ұнды електен өткізіп, қамыр елейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізуіміз керек. Ол біздің қамырымыздың жақсы көтерілуіне себепші болады. Қанша осы суымызға қанша ұн кетеді, сонша ұн салып, біз қаттылау қамыр елеп аламыз. Қолымызбен осылай жақсылап ұрғылап қамыр елейміз. Сосын оның бетін осындай пищевая пленка, не болмаса пакетпен жауып, үстіні ыстық сүлгімен орап, 2-3 сағат осылай қамырымыз көтерілгенше қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Енді біз нанымызды жасайтын боламыз. Мен кішілеу нандар жасаймын, өйткені біздің үйде нан көп жейілмейді. Сондықтан кішілеу нандар жасаймын. Сіздер осы қамырдан үлкендеу 4 нан жасасаңыздар болады. Менде кішілеу 6 нан шықты. Барлық осы қамырларымызды бірдей етіп біз думалақтап аламыз. Осылай айналдыра езіп отырып, думалақ зуала жасап алатын боламыз. Барлық қамырымызды солай жасап аламыз. Сосын қамырларымыздың бетін пакетпен орап, бетіне сүлгі жауып, 15-20 минут тындырып аламыз. Сонда біздің қамырымыз нан жасауға ыңғайлы, жұмсақ болып қалатын болады. Міне кішкене тындырып алдық, енді біз нандарымызды жасаймыз. Қамырымыз жақсы тынған қамырымыз нан жасауға өте ыңғайлы, жұмсақ болып қалады. Осылай әдемілеп нанымызды жасап аламыз. Осылай барлық нандарды жасап, мен листке пергамент қағазын төсеп, соның үстіне нандарды қоя беремін. Барлығын жасап қойып, тағы да 10 минуттай тындырып алуымыз керек. Міне барлық нандарды жасап алдым, кішкене 10 минуттай тындырдым. Тындырған кезде тағы да нан бізде қамырымыз көтеріліп шығады, сондықтан үстіні тағы да мен кішкене формасын келтіріп алдым. Сосын мен шаншқының көмегімен осылай тесіп шықтым. Негізі осындай нанның үстін тесетін формалары болады өзінің. Сонымен тессеңіздер, одан да әдемі болып шығатын болады. Енді үстіне жұмыртқаны жағып, күнжіт сеуіп әсемдеп қоятын боламыз. Күнжіт міндетті емес, соны сеппесеңіздер де болады. 220-240 градуста қатты қызып тұрған пеште нандарымызды үсті қызарып шыққанша пісіріп алатын боламыз. Міне осылай өте әдемі болып жасалды біздің нандарымыз. Енді пешке қойып пісіріп алатын боламыз. Міне қараңыздар, өте әдемі нандар дайын болды. Өте жұмсақ, ыстықтай өте дәмді болады. Мен нандарды морозильникке қойып сақтаймын. Морозильникте 1 айға дейін нандарды пакетке салып сақтасаңыздар болады. Видео ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.